Қымбатты көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға біздің бүгінгі алғашқы қонағымыз келіп жайғасты. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ордабасы ауданындағы Мәдениет үйінің жанынан құрылған Темірлан халық театрының жетекшісі, Түркістан облысы бойынша осы жақында ғана жылдың үздік режиссері атағын иеленген Перизат Баймаханова студиямызда қонақта. Және бүгін біздің Перизат ханым өзінің шәкірттерімен келген. Бірінші шәкірті Темірлан халық театрының көптеген басты рөлдерді сомдаған актері Ескермес Нұрбек және Жас толқын жасөспірімдер театрының актері біздің кішкентай ғана Дүйсен Бақдәулет. Студияға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жаңа күн қалай басталды? Әрине, бүгінгі күніміз өте жақсы. Осындай бір әдемі көңіл-күй сыйлағандарыңызға рахмет. Сіздерге рахмет. Бүгін сонау Отырар телеарнасына барып сұхбат беріп, әдемі күнімізді осындай бір керемет күннен басталып жатыр. Жақсы. Бақдәулет, сен көңіл-күйің қалай? Таң қалай басталды? Маған өте көңілді, күшті сезім болды. Маған өте қатты ұнады. Мен бұндай телевидениеге бірінші келуім. Маған қатты ұнады. Жақсы, керемет. Енді Нұрбек аға, сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет, қош келдік. Рахмет сіздердің осындай шақыруларыңызға. Өте керемет басталып бүгін күніміз осындай Отырар телеарнасының төріне келіп жайғасып әдемі сұхбатқа келген біз де жалпы қуаныштымыз. Жақсы. Енді бірінші сауалды бастамас бұрын, кеше осы жақында ғана өткен, сіздер үздік режиссер атандыңыз. Сіздің театрыңыз, яғни қойылымдарыңыз халықтың көңілінен шығып, көпшіліктің көңілінен шығып еленіп отыр. Қалай өтті? Қандай сезімдесіздер жалпы? Көңіл-күй сол өте керемет. Менің осы ең үздік режиссер дегенді мен негізі күткен жоқпын. Ол енді мәдениет басқармасының және шығармашылық бөлімінің бір көргендігі деп ойлаймын, біздің жұмысымызды көре алғандығы деп. Онда әрине осы облысымызда үлкен жаңағы осы телеарна жаңағы кино режиссерлар бар, одан да үлкен керемет режиссерлар бар. Бірақ біз жылына жаңа бізде конкурстар өтіп тұрады. Сол кезде Әділқазы алқасы болып бізде Арман деген режиссеріміз келеді, тағы Мейіржан деген мәдениет басқармасының жаңағы сол кісілер бізде Әділқазы болып отырады ғой. Солар менің бір еңбегімді бағалаған деп ойлаймын. Мен де күткен жоқпын, өте әдемі керемет сезімде болдым. Кешегі іс-шара. Ол іс-шара өте қатты көңілімді қатты көтерді. Сосын өте жұмысқа деген жаңағы шабыт сыйлады. Рахмет айтқым келеді әріптестеріме. Енді мен Бақдәулетпен жақынырақ танысқым келіп отыр. Бақдәулет, сен қазір нешінші сыныпта оқисың, қайда оқисың, қай мектепте оқисың? Бәйтерек мектебі, Бәйтерек жалпы білім беретін мектеп, 5-ші А сынып оқушысы. Бақдәулет, маған мынау сұрақ қызық болып тұр. Сені театрға деген қандай бір сезім баулыды, бір қандай сүйіспеншілікпен, қандай махаббатпен келдің? Өзің келдің бе, әлде сен анаң алып келді ма осы жерге, балам сені қатыстырайын деп? Маған театр менің көңілімді қатты ашты, мен оны өзім қаладым. Және де менің қалауымды анам көріп, мені анам осы жаққа еріп келді. Қазір қанша жыл болды қатысып жатқаныңа? 1 жыл. 1 жылдай уақыт болып қалды, иә? Жақсы. Енді сен балалар жасөспірімдер театрындасың. Ұстазыңда айтып өткендей, қазір сіздерде осы жастар арасындағы актуалды тақырыптарға қойылымдар қоясыз, иә? Соңғы рет қандай қойылымда ойнадың, Бақдәулет? Соңғы рет мен сәл ескертіп кетейін, өзім айтып кетейін. Біз осы жақында ғана жаңағы осы қоғамдық мәселе балалардың жасөспірімдердегі ойынға кіріп кеткен, нашақорлықпен араласатын сондай бір тақырыпта кішкене 2-3 минуттық көрініс қою керек болды. Ол да біздің білім бөліміне қарасты мектептердің барлығы қойылым қойды. Сөйтіп жаңа ролик түсірді 2 минут 3 минуттық. Бірақ енді соның ішінде бізде бір басын ашылуына қойылым қойған едік. Сол жерде біздің Бақдәулет. Енді мен кішкене оқиғаны айтып кетейін. Бұл жердегі сондай балалық кезіндегі арман, мен ұшқыш болам, мен дәрігер болам деген керемет арманын ойынға, жаңағы нашақорлыққа
бастап кейін сонымен аяқталған үлкен ер азаматтың үйіне келіп ұйықтап жатқан кездегі түсінде анасы көреді, анасы сенің осындай бір керемет жаңағы арманың бар еді ғой деген кезде тұр айнаға қара деп, айнаға қараған кезде менің енді қойылған қойылымым айнаға қараған уақытта оның жас балалық шағы көрінеді. Сол кездегі балалық шағының ішкі ызасын, өзінің арманын айтатын кезі бар. Біздің Бағдәулет көрсетіп берсе болатын шығар. Иә, орындап бере аласың ба сол жерден қазір? Сен менің арманымды өтімді күн талқан етті. Мен сені жек көрем. Сен мақсатсыз, құнсыз, үмітсіз адамға айналдың. Керемет, тамаша Бағдәулет. Тұла бойым дірілдеп Тағы ары қарай кетті. Онсыз да менің саған деген үмітім үзілді. Енді бір жолы кетем. Жүрегімде үлкенге деген мейірім, биікке деген арман көп еді. Мен сені мықты, бақытты, биік адам болады деп сенгенмін. Өй, Тамаша Бағдәулет, керемет актерлық қабілетің, шеберлігіңді 10-10 деп бағалар едім, керемет ұстазыңның арқасында. Рахмет. Бағдәулет, енді осы қойылымнан өзіңе қандай ой түйдің, қандай сабақ алдың, осы туралы бізге айтып берсең? заң мен тәртіп деген бәрі заң барлығына ортақ. Мұндай кейбір балдарда, кейбір мектептерде болуы мүмкін төбелес, көптеген сол заттарды құрту мәселесі маған ойыма. Ондай жасамау, ондай төбелеспеу, боқтамау, сондай маған ойыма сабақ болды. Аулақ болды. Керемет ойыңды өте тамаша жеткіздің Бағдәулет. Рахмет саған қойылымың үшін, жасап бергенің үшін. Енді келесі сұрақ менде Нұрбек ағаға болып отыр. Осы Темірбұн халық театрына байланысты. Сіз қанша жыл болды қызмет етіп жатқаныңызға? Біз енді 2018 жылы дипломымды қолыма алдым. Бірден ала сала біздің осы ауданымыздағы мәдениет үйіне барып қызметке кірістім. Сол жерде қызметімді бастадым. Содан бері осы жерде мәдениет үйінде қызмет жасап келе жатырмын. Енді оған дейін де біз осы Бағдәулет секілді, осы Перизат апайымыздың алғашқы шәкірттері болғанбыз. 2013-14 жылдары біз 10-11 класста сыныпта жүрген кезде өзімнің класстастарым бар, сыныптастарыммен бірге қойылымдарға қатысып, осылай Перизат апайдың шәкірті болып, жанында талай жүрдік. Солай біздің Перизат апайдың арқасында енді сосын осы өнерге жақындап, театр деген қандай, жалпы жаңағы монологтарды оқыдық. Солай Перизат апайдың арқасында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне түстік. 4 жыл білім алдық сол жерде. Театр мамандығында, театр актері. Сол жерде білім алып болған соң, енді сол жаңағы мәдениет үйіне барып, сол кезден бері қызмет жасап келе жатырмыз. Енді ол жақта тек қана театр ғана емес, түрлі жағынан қызмет жасап халыққа көрініп жатырмыз елдің алдында. Керемет. Менде осы орайда мынандай сұрақ. Енді сіздер келмей тұрып театрларыңыз туралы кішкене хабардар болдым. Сіздер жыл сайын міндетті түрде бір комедиялық, бір трагедиялық қойылым қоясыздар. Бұл ұстанымды қалыптастыру кімнің идеясы еді және сізге актер ретінде қай спектакльді, қай жанрда ойнаған қиындық тудырады? Несімен ерекше немесе? Жалпы бұның барлығын қоятын біздің мынандай болады деп барлығын алға жоспарлайтын біздің Перизат апайымыз. Осы кісі бізді рөлдерге де бөліп береді. Соның ішінде енді жанр бойынша маған негізі өзіме жаныма жақын комедия жақын негізі. Өзім сахнаға шыққан кезде ойнағанда да сол жағын ұнатам. Бірақ енді актер болған соң екі комедия, трагедияны бірге алып жүру керек. Енді одан да қиыншылық жоқ, бірақ қолдан келсе негіз мүмкіншілік болса маған комедия жақын. Сол жағынан өзім ұнатам. Жеңіл, әзіл аралас дейсіз ғой, түсінікті. Енді Перизат ханымға осы орайда сұрақ, бұл ұстанымды қалыптастыруға не түрткі болды сізге? Яғни сіздер дәстүрлі түрде жыл сайын қойып келе жатсыздар осы қойылымды? Бізде негізі халық театры деген халықтың ортасынан шыққан азаматтармен жұмыс жасау, солардың көркемөнерпаздары дейді ғой. Бізде жаңағы мен өзімнің актерларыма ырзашылығын білдірем. Жаңағы жігітке жеті өнерде аз дейді ғой қазақ. Біздегі балаларымыз да, қыздарымыз да біреу қобызшы, ол жаңағы қобыз тартса, қосымша халық театрында жұмыс істейді. Біреу домбырашы. Сондықтан
кейде мына өзіміздің жаңа Нұрбекті алып келіп бір өзім мақтан тұтамын, өте өзі жүргізуші болады, оркестрмен ән айтады, өзінің тамадалық өнері де бар. Спектакльде әр уақытта басты рөлді беріп отырамын. Өйткені сенімді ойнайды. Негізі театр адамды, өз театрға келген адамдар көрерменнің өзіне жүрекпен шынайы ойнамасаң, оны еш уақытта қабылдай алмайды. Театрға келген адам, мен театрда ойнап жатқан актердің екеуінің ішкі дүниесі бірімен жаңағы араласу керек, үндесу керек деп ойлаймын да. Ол жерде келген көрермендер өзін көреді, өзінің қателігін көреді, өзінің бір күлкілі жағдайын көріп кетеді. Немесе мен де осындай ғой, тура осы мен сияқты екен ғой деген ойлар кетіп жатады. Біздің Ордабасы аудандық халық театры мен мынау біздің Жас толқын жасөспірімдер театры халыққа өте жақын болып қалдық. Театрды өте жақсы көреді. Әлеуметтік желіге салып отырамыз, дайындығымыз салып атамыз. Кейде осы қойылымды таңдардың алдында мен кітаптар оқып көріп жатам ғой, іздестіріп атқанда трагедия қояқ па, жоқ комедия деп, сол кезде трагедия қойыңыз, комедия қойыңыз деп кәдімгідей сауалнамалар жүргізіп жатамыз. Сондықтан халыққа жылына 2 спектакль қойып тұру міндетім деп өзім солай деп ойлаймын. Халық театр болғаннан кейін оны ұмытып кетпеу керек. Біздің ортамызда көптеген іс-шаралар болады, даталы күндер болады. Мысалға, аудан әкімінің ашылатын үлкен нысандарында да біз жұмыс жасаймыз. Ауданда өтіп жатқан қандай, мысалға, полиция күні дейміз, жаңағы ақ халатты абзал жандар күндері 8 март, оның барлығы бізге бізсіз өтпейді. Сондықтан ортасында үлгеріп 2 спектакльді қойып халықтың ойынан шығып атамыз. Керемет. Енді қазір айтып қалдыңыз ғой, жалпы көрерменмен міндетті түрде ақылдасып, кеңесіп отырамыз деп. Қазіргі осы халық театрының көрерменнің талғамы қандай? Жылдар өте келе өзгерістер байқалады ма? Және қаншалықты билеттер жақсы сатылып, қаншалықты көп көрермен келеді? Әрине, қазір әлеуметтік желіде барлық нәрсе дамыған ғой, бірақ жаңағы менің ойлап атқаным, кішкентай, кейде қазір көрсеңіз адамдар 15 минуттық нәрсені көргісі келмейді. 5 минут, 3 минут, 3 минуттың өзі оларға көп болатын сияқты да. Сондықтан біздің өзінің тұрақты көрермендеріміз бар. Солар келген уақытта көрерменді күлдіру қиын. Комедия жанрын ойнау өте қиын. Өйткені қазір кез келген нәрсе күлкі өте арзан болып кетті. Өзі қазақта да бізде күлкі арзан деп атады ғой, бірақ қазір күлдіретін әзілдердің өзі арзан болып кетті. Сондықтан театрға келген адамдар, менің ойымша, өзі бір жаңағы әлеуметтік желіге көңіл толмайтын, кейбір бір кез келген жаңағы көріністерге көңіл толмайтын, көңілін толтырайын деп келетін шығар деп ойлаймын. Талғампаз, талғамы биік, ойы жүйрік, сондай адамдар деп ойлаймын. Театрымыз әр уақытта біздің көрермендеріміз бір сейреп отырған емес. Мен осы тұрғыда аудан әкімі жаңағы үлкен аппарат басшылары, ауданымыздың мекеме басшыларына рахметімді айтқым келеді. Олар әр уақытта біздің көрерменіміздің болып отырады, ықылас күлім беріп жатады. Олар бізге шабыт сыйлайды. Және аудандық әйелдер кеңесі, ардагерлер кеңесі, солар еш уақытта бізден қалған емес. Олардың өзі ұжымдастарымен келіп жатады. Ертесіне олар бізге көптеген пікірлерін әлеуметтік желіде салып жатады. Сондықтан осы халық деген бізге, өнер адамдарына халықтың жаңа қолдауы ғана керек қой, әдемі шапалақ бізге сондай бір шабыт береді. Жұмыс істеуге ары қарай шабыт беріп жатады. Олармен жаңағы тағып жатқан мінді көтеру өте, сынмен мінді көтеру ол кез келген адам қолынан келмейді. Маған сын айтқан, мін айтқан адамдар ұнайды. Өйткені сырттан қараған адамға ол анық көрініп тұрады. Сондықтан біздің актерларымызды енді бәрін ойнай бер деп бере салуға болмайды. Өйткені мен өздеріне сай, кішкене ішкі дүниесі соған қабылдай алатын рөлдерге бөліп беруге тырысам. Ең бірінші театрдан жаңағы қойылымды дайындап атқанда керемет қойылымдар болады, бірақ бізге сәйкес келмейтін қойылымдар. Сондықтан ондай қойылымды алмаймыз. Лажы болса оқып жатқанда мынау қазір Нұрбекке, мынау Берікке, мынау біздің Фаризаға келеді екен ғой деген сияқты сол кішкене ішкі дүниесі қалыптасатын, ішкі дүниесімен қабылдай алатын
сондай қойылымдар таңдаймыз. Енді біз кәсіби жаңағы не емеспіз ғой, театр емеспіз ғой, сондықтан өзімізге лайықтысын таңдаймыз. Жалпы біздің Персабайдың бір жақсы қасиеті, жаңағы айтып жатқан әңгімесі тура негізі. Біздің облыс көлемінде де барып театрымызды қоятын болсақ, сол кезде де көбісі айтып жатады, әр театрдағы актерді өзінің мінезіне сай құп тауыпсыздар деген сөзді мен көп жерден естіп жатамын да. Сондықтан Персабайдың сол жері ұтымды, кім қандай рөлде ойнай алады, кімнің қолынан не келеді, оны шынайы біздің Персабай біздің барлығымызды осы театр ұжымын бес саусақтай біледі, таниды, сондықтан әрқайсысына өзіне керекті рөлді береді. Сол жағынан біздің театр ұтымдырақ, жалпы айтқанда. Яғни сіздің осы рөлдерді бөлген кездегі басты критерийіңіз жан дүниесіне сәйкес келе ме деп таңдайсыз? Біз осы Ақтөбе қаласында Тахауи Ахтановтың Күшік күйеу спектакльмен бардық. Ол жерде үлкен фестиваль өтті. Сол кезде Күшік күйеуде 5 облыс қойды. Облыс орталығынан бардық та, енді біз Түркістан облысының атынан. Сол уақытта Болат Әбдіманов жаңағы не болды, Әбдіраманов жюри мүшесі, Әділқазы мүшесі отырды. Сонда ол кісі айтты, енді біз үшін ондай үлкен рөлде, үлкен жерлерде айтып атқан адамдардың пікірі маңызды. Сонда мен осы Түркістан облысынан келген Ордабасы ауданының халық театрына таңғалғаным, сондай бір ансамбль бар. Ойнап атқанда бір-бірін түсінеді, бір-біріне қарап керемет ойнайды деп. Өйткені сол спектакльдің бәрін біз көріп тамашалағанда байқадық, кім керемет актер, бір жақсы актер бар ғой, соған бүкіл рөлді беріп қойған, ана басқа қасындағы партнерлардың сөздерін қысқартып тастағанда барлығын бір-ақ актер алып шығады, жүгіріп ойнатып та. Ал енді сол жерде айтып жатыр, мен Күшік күйеуді көрдім, Гүлжамалды көрдім, Күшік күйеудің достарын көрдім, әркімнің өзіндік рөлі бар деп. Дәл осы сөзді кеше біз облыстық театрдан Отырар ауданында өтті. Сол жерде біз бірінші орын алып қайттық. Сол жерде де Әділқазы алқалары соны айтты. Өте бір-бірлеріңіз тыңдай білесіздер деп, бір-бірлеріңіз айта білесіздер деп. Сондықтан мен өзімнің халық театрым үшін, актерларым үшін өте мақтанамын. Мен өзі бақытты жолы болғысы режиссермін деп санаймын. Түсінікті. Жалпы сіздер осы трагедия мен комедиядан басқа тағы да қандай жанрларды қоясыздар спектакльде? Біз көптеген тақырыпты қамтимыз. Мысалға менің жас толқын жасөспірімдер театрымыз бар. Қазақша қойылатын балаларға арналған қойылым мүлдем жоқ. Мысалға бізде мынау жасөспірімдер театры бар ғой, бізде жасөспірімдер театр деген театрлар бар қойылым. Бірақ ол жерде жасөспірімдерге арналған қойылымды үлкен актерлар ойнайды. Біздің жас толқын жасөспірімдер театрымызда жасөспірімдердің өздері ойнайды. Сонысымен бізде облыста мақтап отырады, осы Бағдәулет сияқты кішкентай, бұдан да кішкентай балдар ойнайды. Ал енді оларға қойылымды айтсаңыз, қазақтың ертегісінің өзі кемпір мен шал. Ал енді кемпір мен шалды бұл балаларға қалай бересіз? Сондықтан менде ізденіс болады. Сондықтан бұрынғы біздің союз кезіндегі спектакль жаңағы қойылымдарды қараймын. Біз бірінші осы жас толқын жасөспірімдер театрын қорғайтын кезімізде, халық театрын қорғайтын кезімізде біз Киплингтің Мауглиін қойдық. Мауглиде бәр балалар, бәр ойнай беруге. Одан кейінгі қалған қойылымдардың барлығын сол бұрынғы балалар ойнай алатын, өздерінің жастарына сәйкес келетін орысша мультфильмдерді қазақшаға аударамыз. Мысалға мен Буратинаны қойдым, Буратинада мысалға жандағаш деп қойдым. Буратино болып шықпайды, ол жандағаш. Жаны бар ағаш. Бірақ мен оны, енді содан қарап соның тақырыбымен алам ғой. Жандағашты мен кішкентай қайың қылдым, басынан өсіп тұрған. Нәзік, мейірімді. Одан кейін бойық, мысалға Қарабас-Барабас бар онда. Ал енді оны біз қазақта Қарабас-Барабас деп айтсақ, оны қабылдай алмайды. Мен бойы бір қарыс, сақал 40 қарыс деп алдым оны. Бізде қазақта ондай кейіпкер бар. Сондай кейіпкерлерді ауыстырып, ізденіспен жаңа сценарийлар жазып, қойылымдарды қойып жатамыз. Енді сізге үлкендермен жұмыс жасаған қиынырақ па, әлде балалармен жұмыс жасаған қиынырақ па? Сосын мынандай сұрақ, егер балалар болатын болса, немесе жалпы актерлардың осы рөлін ашу үшін сіз қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз?
түсініп, еніп, жаңа айтқандай? Мен бұларға былай деп айтамын. Мысалы, Қозы-Көрпеш Баянсұлуды біреу қоятын болса, Қозы-Көрпеш Баянсұлу ол аңыз, қойылым, оны ешкім көрген жоқ. Ол менің ойлауымен ол мүмкін әдемі қыз болар, мүмкін бойы кішкентай нәзік қыз болар. Сондықтан мен айтам, мысалға мен кімге Қозы-Көрпеш Баянсұлуда Қозы-Көрпештің рөлін ойнады. Мен айтам да, Қозы-Көрпеш сен өзің елестет. Сенсің. Мүмкін ол тур Нұрбек сен болған шығарсың, сен сияқты адам болған шығар. Бірақ сен халыққа қозының сондай екенін көрсете ал. Сен біреуде еліктеп, мысалға өзіміз мен енді жаңағы Құмантастан Бекіпті көрді, сосын сол қалыпта қалып кетеді ғой. Мысалға Төлеген сондай болу керек деп, оның образын басқаға ашуға да, басқаға ойнауға да актердің өзіндік түрлендіруге болады. Сондықтан мен өздеріне сенемін. Сендер мен енді бұларға көрсетіп берем, бұлай ойна, даусыңды көтер дейді. Бірақ ешкімге еліктеме, өзің шығар, менің ішкіне. Сосын менің бір жаңағы қолдану тәсілім өзінен сұрайым. Өзінің миы жұмыс істесін, өзінің ішкі дүниесі. Сен қалай деп ойлайсың, бұлай деп ойлайсың ба? Сен мүмкін ойнасаң, мен кішкентай актерларыма да айтам, сендер апай айтты, болды, режиссер айтты, болды деп қалмаңдар. Апай мына жер маған келіспей тұр, осы жерін былай өзгертсек қалай болады? Мына жер мынандай болса, өйткені адамдардың талғамы қазір өзгеріп келе жатыр. Ал талғам дәл осы кісілердікі. Біздің жасымыз өсті, сол бұрынғы немен қалыптасып кетуіміз керек. Қалыптасып кетіп, қазір көрермен де осы кісілердің жаңағы құрдастары, достары көрермен. Сондықтан бұлар мен актерлармен сондай сырласып, сондай өздерінің ойларымен тікелей бөлісіп отырамын. Өте жақсы әдіс екен, актерларға жауапкершілікті өздеріне тапсырып, өздерін толықтай алып шығыңдар, өздерін толықтай сезініңдер деп береді екенсіз, иә? Енді мен екі шәкіртіңізге де сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы театр ол адамның мінез құлқына әсер етпей қоймайды. Сіздер енді көрермен ретінде емес, сол ішкі ас бөлмесінде жүрген адам ретінде өздеріңіздің тұла бойларыңызда, мінездеріңізде қандай өзгерістер байқадыңыздар? Қалай әсер етеді театр? Жалпы енді мен енді ол мінез құлқымыз енді тураланып келе жатқаннан бастап осы театрға, сахнаға жақын болғаннан кейін енді бір айтарлықтай бірақ өзгеріп кеттім. Театрға келе салып, мінезім басқа жаққа бұрылды деп айта алмаймын. Сол баяғы мінез құлқым біз енді кезінде ол балалық шағымызда Жайдарман, КВН дегендегі қатыстық. Жалпы осы салаға, сахнаға жақын болғаннан кейін сол баяғы мінез деп ойлаймын. Персабайда біледі. Бір толқында жүрген сезініп жүрсіз. Ешқандай өзгеріс жоқ деп ойлаймын. Біздің Персабайымыз мені мысалы сол баяғы мектеп кезінен осы Бақдәулет кезімен таниды. Сондықтан енді өзгеріс жоқ. Сол баяғы мінезіміз. Бақдәулетті білмеймін. Бақдәулет сенде ше? Театрға келгелі. Кешегі қойылымнан кейінгі әсеріңді. Көпшілік ортада өзіңді еркін сезініп, сондай әсер етті ме саған театр? Кішкене деп толық деп айта алмаймын. Кішкене әсер етті. Одан кейін мені бәрі мақтады. Маған ол қатты ұнады. Менің мінез құлқым қатты өзгерген жоқ, бірақ кішкене болды. Яғни сен театрға қатысқалы бірақ ойыңды анық жеткізесің, иә? Көпшілік ортада қысылмай сөйлейсің, иә? Ол жағынан саған әсер етті деп айтсаң болады. Жақсы, керемет. Енді апай сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы сіздің осы 35 жыл болды, қызмет етіп келе жатқаныңызға, бірақ театрда жетекшілік етіп келе жатқаныңызға 20 жылдан асты. 20 жылдай болып қалды. Енді осы жылдар ішінде сізге театрдағы ең үлкен өзгеріс және сіз үшін бір басты түйген ойыңыз, сабағыңыз деген сұрақ қойғым келіп отыр. Енді аз емес, өте ұзақ жылдар болды. Театр жаңағы ұстаз болып, тек қана институттан алған нәрсесін біреуге үйрету емес қой. Соларға жақсы нәрсе үйретем деп, көп нәрсені өзіңді өзің тәрбиелейсің, өзіңді өзің үйретесің, өзің одан да жаңағы көп нәрсені білуге болады деп ойлаймын. Мысалға, мен өзі Бәйдібек ауданының қызымын. Бәйдібек ауданының Қайнарбұлақ деген ауылында дүниеге келгем. Мен де осы Нұрбек айтып жатыр ғой, 7-ші класс оқып жүрген кезінде бізде Шаян халық театры Жаралы гүлдер деген спектакль қойып келді. Сол жерде Бақыт деген жетім баланың рөлін бірақ әйел адам ойнады.
Ғалия Масаурова деген, сол жаңағы халық театрында Асан Өсербаев деген режиссер болған, соның келіншегі екен. Мен анаған сендім, жыладым, бірақ менде өте бір ерекшелік, кім не айтса соны тез жаттап алатынмын. Содан ізденіс пайда болды. Сол бақытты тұр, солай ойнасам деген ниет болды. Ең бірінші театрға деген жаңағы арманым, жаңағы шабытымды ашқан, соған деген құмарлығымды ашқан сол Ғалия Масаурованың жаңағы сол қойнымы болды. Содан осыдан бітірсем жұмыс істеймін, осы әртіс болам деп жүрдік, иә. Сөйтіп 1989 жылы мектеп бітірген кезде бізде ол кезде жаңағы талантты жаңағы конкурс болатын, таланттарды тексеретін. Сөйтіп сол конкурстан өттім. Сосын ауылда жүрген жерімнен Әуесхан Есенжолов деген осы мәдениет басқармасының бастығы болып жұмыс істеді. Бізде Шаян халық театрында Шаян мәдениет үйінің басшысы болып істеді, меңгерушісі болып. Сол кісімен сол ауылдан алып келді Шаянға. Сол арманым орындалды. Шаян халық театрында жұмыс істедім. Одан келіп 2000-да Ордабасы ауданына келдім. Сол жерде 2000-нан бері міне режиссерлық атқарып келе жатырмын. Ол енді театр деген өмір айнасы ғой, басқа оған не жауап беруге болады? Театр өмір айнасы. Өзіңді көресің, айнадан бүкіл әлемді көресің. Жақсыны да, жаманды да көресің театрдан. Театр өте сондай бір керемет, сезім сыйлайтын, сондай бір керемет орта. Мен қуанамын жұмыс. Жақсы, керемет. Енді сіздермен театр жайлы ұзақ әңгімелесуге болар еді, бірақ біздің эфиріміздің бір әттеген-ай деген тұсы бар. Ол әрине уақыттың қысқалығы, уақыттың шектеуі бар. Сондықтан қымбатты көрермен, біз бұл сұхбатымызды YouTube желісіне жариялайтын боламыз. Егер болашақ театр актерлары, болашақ осы өнерге қызығатын шығармашыл адамдар болса, міндетті түрде біздің YouTube-та жарияланған жерде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін болады біздің бүгінгі қонақтарымыз. Енді сөзімізді қорытындылайық. Экранға қарап, осы келе жатқан жаңа жыл мерекесімен жақындарыңызды, жалпы қазақ елін бір ауыз құттықтап жіберсеңіздер, содан соң қымбатты көрермен, біз сіздермен әсем әнге көшеміз. Қымбатты қазақ елі, қымбатты біздің киелі Түркістан облысы, қымбатты менің Ордабасы аудандық мәдениет үйінің әріптестерім. Сіздерді келіп жеткен жылқы 26 жылқы жылы сіздерге құт береке келсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бәріңізді мерекемен құттықтаймыз. Рахмет көп. Бағдәулет, сен де айтар тілегің бар ма? Мектебім құттықта. Менің Ордабасы ауданындағы мектебім, сіздерге айтарым, осы жылқы жылы сіздерге бақыт, береке, зор денсаулық, зор байлық алып келсін. Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Нұрбек аға, өзіңіз құттықтап жіберсеңіз. Енді ескі жылда өкпем жоқ, талай жетістіктерге жеттік театр бойынша, ұжым бойынша. Жалпы келер жылға да сондай бізге қуаныштар болсын. 2026 жылда әр қазаққа табысты жыл болсын. Жылқы жылы жүйрік болыңыздар, қай жерде болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болсын. Тобырмен жүреді ғой жылқы жалпы. Сол сияқты бірге ұжым болып, бірге жұм болып, 2026 өзінің бақытымен, сәттілігімен келе берсін. Қымбатты көрермен, ендеше эфирде әсем ән.